Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен ОРВИ, яғни ЖРВИ, жедел респираторлы вирусты инфекция туралы сөйлесеміз. Бірінші каналыма тіркеліп, лайк басып алайық. Жалпы балалардың барлығында ЖРВИ көп кездеседі. Оның негізгі себебін білуіміз керек. Бізде оны вирус немесе бактерия. 95% жағдайда вирусты болады, ал 5% жағдайда тек бактерия болады. Ең алдымен біз мұрынның қызметін біліп аламыз, себебі су ағудан басталады. Мұрынның негізгі қызметі біз ауаны жұтқан кездегі ауаны ылғалдандырады, оны сол мұрынның ішінде жылытады. Сырттан түскен вирус бактерияны ұстап қалады өзінің кірпікшелері арқылы және шаң-тозаңдардан тазартып, өкпеге ауаны тап-таза күйінде жіберіп отырады. Сондықтан да бөлмедегі ауаның құрғақ болып кетпеуін біз қадағалап отыруымыз керек. Егер ауаның ылғалдылық температурасы жақсы болса, онда мұрынның қызметін орындауды жақсы жүреді. Жалпы бөлмедегі температура 20-22 градус болу керек, ал ылғалдылығы 40-60% кем дегенде бұл. Егер вирус шақырған жағдайда қай жерлер зақымданады? Көз, мұрын, ауыз жұтқыншақ, бронх, трахея және өкпе. Дәрігерге барғанда вирустың қай түрі шақырғанын табу мүмкін емес почти. Сондықтан тек дәрігер қарағанда ескеру керек мына жағдайлар бар. Баланы қарап, отит, ангина, синусит, пневмония бар немесе жоғын анықтау керек. Содан кейін барып ОРВИ диагнозын қойып, ем тағайындайды. Ауруды емдемес бұрын ағзамыздың ауруға деген реакциясын білуіміз керек. Вирус ауа тамшылы жол арқылы жұғады. Дені сау адам мен ауа жұтқаннан кейін вирусты бірге жұтып алады ауамен. Сөйтіп вирус барады шышты қабатқа түседі. Сол жерде ол тұрақтанады. Сөйтіп біздің шышты қабатымыз оған жауап қайтарады. Осы кезде мұрынның бітелуі, шышты қабаттың кеуіп кетуі, оның қызаруы, ісінуі байқалады. Біздің организміміз өте ақылды, өзіне түскен бөтен денені бірден таниды. Сондықтан вирус түскен жерге арнайы сол вирусқа қарсы клеткалар шыға бастайды. Олар сол орналасқан жеріне барып жиналып, шырыш бөледі. Ол шырыш вирус қонған жерде көп жиналады. Ол мұрын, жұтқыншақ, тыныс алу жолдарының барлығы. Шырыш жинала бермейді, оны біздің ағзамыз шығарып тастауға тырысады. Сөйтіп қатты жөтелеміз, түшкіреміз, көзіміздің жасаурауы арқылы осы жиналған сұйықтықтардың бәрін шығарып тастағымыз келеді. Ауруымыз өз шыңына жеткенде бұлшық еттердің ауруы болады, бас ауруы болады, қызу көтерілуі мүмкін, дәм сезу бұзылысы болады, даусымыз қарлығып, дауыс өзгеруі болады, конъюнктивит, көзіміздің қызарып жасаурауы, лимфа түйіндерінің ісінуі байқалады. Бұл айтылған процесс барлық адамда бірдей өтеді. Сонымен қатар нәресте қаншалықты кішкентай болса, соншалықты асқынудың даму қаупі жоғары болады. Сондықтан балаларға абай боламыз. Енді емі қандай деп сұрақ қоятын болсақ, емді тек дәрігер қарау барысында тағайындайды. Бірақ сіз үй жағдайында дәрігерсіз емдей алатын шаралар бар, соларға көз жүгіртейік. Бірінші, бөлмедегі ауа ылғалдығын қадағалау кем дегенде 40-60% болу керек. Жаңа басында айтып өттім. Екінші, мұрынның шышты қабатын физраствормен немесе тұзды сумен ылғалдандырып отырамыз. Егер де балада ешқандай температура болмаса, жағдайы жақсы болса, суға түсіруге болады. Үшінші, тұрақты түрде бөлмені желдендіріп отырамыз. Төртінші, ауа ылғалдандырғыш қолдану, яғни увлажнитель воздуха, немесе ол болмаған жағдайда үйге ыдысқа су құйып қоюға болады, немесе сулы киімдерді жайып қойсаңыз болады. Қыздар, ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркеліп қоямыз. Алдағы уақытта тағы да көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.